Тағы да сындырды. Осынымен нешінші ыдыс сынып жатыр, Құдайым-ай? Даусыңды басып сөйле. Әкешім, сау бол. Кешке ертерек келші. Қызым, атана көп жақындама, үстіңе сасық иіс шығады. Ешқандай сасық емес атам. Мен атамды жақсы көрем. Енді осымен ішетін боласыз. О, ата, қарашы, әдемі екен. Неге атаға ағаш ыдыс? Қызым, атаң ыдысты сындырмас үшін солай жасап бердік. Иә, қызым, осылай дұрыс болады. Мына шал қатты шаршатты. Баласы келсе қарттар үйіне апаруға көндіруім керек. Осындай видео жасап, TikTok және YouTube-қа салып, табыс тапқың келсе, жекеме жаз. Жалғасы бар. Тіркеліп алыңыз.